Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев кім? Және оны алматылықтар не үшін жек көреді? Бүгінгі шығарылым Ерболат Досаев жайлы. Сәлем достар, Алматы қаласының тұрғыны ретінде өз әкімім жайлы толыққанды түсінігім болуы шарт. Ол үшін әуелі интернет желісіне өзімнің сұрағымды жазамын. Досаев Гуглатан маған біршама ақпарат берді. Солардың ішінде ең басты түсінгенім, Ерболат Досаев мен таңдаған әкім емес екен. Яғни 2022 жылғы қаңтар қырғынынан кейін Бақытжан Сағынтаевтың орнына Тоқаевтың ешқандай халық сайлауынсыз бекіткен адамы. Енді сұрақ туындайды. Неліктен Ерболат Досаев? Ол кім вообще? 1970 жылы Алматы қаласында туылған. Физика, математикалық мектепті бітіріп, студенттік шақтары Алматыдағы АУС-те және Мәскеудегі Бауман атындағы техникалық университетте өткен екен. Ал одан кейін саяси аренада ертөстіктен де жылдам өскен. Неге дейсіздер ме? Мен сіздерге түсіндіріп беремін. 1997 жылы АТФ банкінің басқарма төрағасы, 98 жылы Қазақстан Республикасының премьер-министр кеңесшісі, 98 жылы энергетика, индустрия және сауда вице-министрі, 2000 жылы қаржы вице-министрі, 2001 жылы директорлар кеңесінің төрағасы, 2001-2003 жылдары Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар, бәсекелестікті қорғау және шағын бизнесті қолдау агенттігінің төрағасы, 2003-2004 жылдары Қазақстандағы Еуропалық қайта құру және даму банкінің басқарушысы, Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің басқарма мүшесі. Бірақ тек 2006 жылы Досаевтың карьерасында сәтсіздік орын алады. Ол Шымкенттегі 149 сәбидің жаппай ВИЧ жұқтырып, 8 баланың мерт болуы. Нәтижесінде 21 адам сотталып, Досаев отставкаға кетеді. 2006-2012 жылдары Қазинвестбанк кеңесінің төрағасы, 2012 жылы Қазақстан Республикасының экономикалық даму және сауда министрі, 2013 жылы Қазақстан Республикасының экономика бюджеттік жоспарлау министрі, 2014 жылы президент жарлығымен ұлттық экономика министрі. Осы жерде көкем тағы бүлдіреді. Ол кезде шетелдіктерге жерді жалға беру мәселесі туындап, халық жаппай көтеріліске шығады. Сөйтіп, өз еркімен отставкаға кетеді. С учетом всех обсуждений, которые происходят, хотел бы попросить вас, Нурсултан Абишевич, принять мою отставку с должности министра национальной экономики. Хотел бы также воспользоваться случаем и поблагодарить вас за доверие, которое оказали мне, работая на различных постах в правительстве, и еще раз выразить благодарность всем моим коллегам, кто был со мной и работал в правительстве. 2016 жылы Бәйтерек ұлттық басқарушы холдинг басқармасының төрағасы, 2017-2019 жылы Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, 2019 жылы Қазақстан ұлттық банк төрағасы, 2022 жылдың 31 қаңтарынан Алматы қаласының әкімі. Біріншіден, Алматы бұл Қазақстанның ең ірі қаржы және экономикалық орталығы. Тағайындалған әкім, мысалы, қаланың экономикалық өсуіне, оның инфрақұрылымның дамуына ықпал ету үшін, мысалы, урбанистика, тұрақты даму саласына терең білімге ие болу керек. Біздің бюджеттің жартысын қамтамасыз етіп тұрған қала болғаннан кейін, осындай алдыңғы қатарлы трендтерден хабардар болуы өте маңызды. Халықпен жұмыс істей білу мәселесіне маңызды біліктілігінің бір тұсы болу керек, өйткені қазіргі мысалы заманауи мегаполистарда қоғамдық бақылау өте күшті. Осы тұста мысалы әкім түрлі санаттағы азаматтармен коммуникация ұйымдастыра білуі керек. Бұл дағдарысқа қарсы басқару, кризис менеджмент дейді ғой. Осындай дағдарыстарды басқаруға негізгі дағдылары болуы керек. Бұл жерде бірінші кезекте экономист керек болды. Қала инфрақұрылымын, экология, көлік, тұрғын үй сияқты қала дамуының негізгі мәселелеріне мысалы баса назар аударып, жақында ғана президент алдында есебін берді, тыңдадық. Шын мәнінде мегаполис тиімді басқару жөнінен бізге көзге көрінбейтін мысалы цифрландыру сияқты мәселелерді шешуге бар күшін салып отырғанын көріп отырмыз. Сын түзелмей, мін түзелмейді, сондықтан бұл жұмысты біз осы. Жарайды, ешқандай қызметтік сәтсіздіктеріне қарамай, ешқандай сайлаусыз таңдалғанда да көз жұмып, жай ғана қабылдайын десең, я просто не аргументы, послушайте меня. Микрофон я не включу уже. Я вас хочу увидеть в суде. Пожалуйста. Еще раз огромное. Еще один вопрос быстрее только. Әкімнің мүмкіншілігі жоқ ондайда ашуға. Енді не істейді халық? Онда заңға өзгерістер енгізуіміз керекпіз бірге. Пожалуйста, онда заңға өзгеріс. Все просят меня, а я, к сожалению, пока вас как журналиста не принимаю. Почему?
Не знаю пока. Вы мне скажите, что нужно сделать, чтобы к вам попасть, Вы чтобы нормально со мной договорились. Я не хочу с вами сказать. разговаривать. Нет, Асхат. подождите, Рыбак, Асхат, очень много Асхат, людей. я уважаю игру. Алматинцы Вы не через алматинец, меня- извините. Через меня Вы не алматинцы алматинец. хотят очень много Вы не вопросов алматинец. задать. Я Прошу Булатов прощения. Карабегович. Асхат, вот Почему вы так общаетесь с людьми? Почему вы так пренебрежительно с людьми? Кому? С кем? Почему вы так... Вы же это все видели же, весь зал это видел сейчас. Давайте, подождите. Почему на этих сотрудников сейчас вы должны, на этих сотрудников уголовное дело возбудить, которые сейчас меня утащили и избили? Они вон сейчас находятся в зале. Вы сидите, все, весь зал это видел. Молодой человек, давайте справедливости ради отметим, что вы же здесь стоите сейчас в данный момент. Мы с вами проговорили. Ну, однако, подождите. однако же они же утащили. же. Подождите. Давайте. Бәрібір жағдай дұрыс емес. Оның үстіне Алматы қаласындағы пробка, көшелердегі жарық мәселесі, тұрғын үйлердегі бағаның ұшып тұрғаны, айта берсең мәселе жетеді. Сол үшін халық жаппай петицияға шығып, 2 жылдан бері Досаевтың отставкасын сұрап келеді. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Алматы еліміздегі экономикалық жағынан ең басты қала. Сол үшін оның әкімі халық өзі сайлаған, халқын құрметтейтін адам болғаны дұрыс деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Закиров Омар Жүнісұлы. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, думанды бастады далама қарашы. Кеңейген жердеген жерге гүл шықты ғой, дәнегім терілеген қазағым мықты ғой. Менің елім, жырың болып төгілемін, гүлің болып егілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Қазақстанда мәселе жетел, мен қазақ тілін сүйем, бірақ шайқайды шетел. Енді